Сәлем достар, Назитока арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде дәрігер қыздың екінші бөлімі болатын. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды, подписканы басып, колокольчикті басып маңыздарыңызды достар, біз сериалымызда бастаймыз. Так, туш хыршап кеттім бүгін. Особенно клиент сірзақ пота деген қыз ауырып қалыпты ше, ертең баратын болдым тағы. Мені қазір дым ешкім кеп тұрған жоқ. Соқтан мен кішкене тынығып аламын, әйтпесе шаршап өлетін болдым. Мүмкін мен ертең түнгі сменада қалайсың? Андай науқастар өте көп. Сен оларды қарап сөйтіп жүресің, түнгі сменада қаласың деп жүрсем, саған ұйқын қандырып алайын. Біз ұйқын қанбай сөйтіп жүреді. Енді мынамды киіп алайын, болды, сосын ұйықтаймын. Так, кеттім, мұнда ұйықтаймын. Так, светтердің барын өшірейін. Таң атқан соң. Так. Бүгін менің ұйқым қанды. Енді мен мынамен бара берейін, себебі мен киімімді байқамай мусорға лақтырып жібердім. Осылай бара беремін. Так, очкимді тағып алайын, сосын болды. Енді мен таңғы асымды жасап, сосын, жұмысқа бару керек. Тек қана шай ғана іше салайын, себебі менің түк қарным ашып отқан жоқ. Так, шай ішіп алайын. Бүгінгі жұмыстардың өте көп болып тұр. Соқтан мен дымға үлгермейтін сияқтымын. Кім атын? Жаңадан келіп алып. Ой, менің атым Перизат. Қанша рет айтуға болады, кешеде шатасын беріп депсіз. Ой, кәріліктен ғой, мен деген кәрі шал болдым ғой. Кәрі шал болсам, дәрігер болып жүрмін. Ой, бір жұмыс кетті мен ондай жұмысыма. Тоқтайды, мен саған бір нәрсе айтайын. Не болып қалды тағы, айтыңызшы. Ой, бір бүгін сен түнгі сменада қаласың. Бүгін клиент, яғни науқастар деген толы болып жатыр. Білесің ғой, қыста деген адамдар деген ауырады, емделудің жолын қарастырады, бірақ емделе алмағандықтан осы яғни ауруханаға келеді. Сондықтан сен бүгін түнгі сменада қаласың. Мен ішім сезіп еді, осыны бар ғой. Ладно, онда қалайын, жақсы, онда мен кеттім. Жақсы, соны айтайын деп келгенмін. Айтайын дегенмін ғой. Жақсы, онда кеттім мен жұмысыма. Той сөйтеді екенше осылай. Білмеймін, ішім сезіп еді. Жарайды. Айтпақшы, кешегі Ақботаның хал жағдайын біліп келейінші, мен онда кеттім. Онда. Ой, сіздер әлі отырсыздар мұндырде. Ой, сәлеметсіз бе, қалайсыз? Дәрігер тәте. Ой, бір, анамды алып кетейін деп едім. Күш бермей қалып қойды. Енді мен де отырмын осы жерде. Қашан кетеді екенбіз деп. Ойбай. Ой, мен сізге дұрыстап түсіндірдім ғой, кеше ғана. Неге үйлеріңізге қайтпадыңыз? Сол ғой, сол. Ой, бір нәрсені сездім әйтеуір. Шын бір жамандықты сезді. Соқтан мен кеткім келмеді осы жерде. Соқтан мен осы жерде отырам, қозғалмай. Деп қайта қызым айтып жатырмын, ұқпай жатыр. Ой, бір жақсы, қазір мен қызыңыздың хал жағдайын тексеремін. Бірақ кабинетке яғни кірмеңіздер. Жақсы, біз кірген жоқпыз. Уайымдамаңыз, біз кірген жоқпыз, құлыпталып тұрды. Жақсы онда. Тұра ғой Ақбота. Қалайсыз? Жақсысыз ба? Мен көп ұйықта қалыптым ғой, өз үйімдегідей. Солай ма? Сенің атаның бар ғой,
Қойыңыз кеп қойды ма не? Ой, кешеден бері үйлеріне қайтпай қойды. Бір жамандықты сезіп тұрмын. Ана мынау деп ше. Айтып ем, тыңдамай отыр. Енді ата-анаңды қазір өзім шақырам. Сен осы жерде отыра бер. Мен қазір, яғни сен өзің барлық хал жағдайын түсіндір, иә? Жақсы, онда мен осы жерде отыра берейін бе? Әрине отыра бер, кәдімгі кіргізем. Сосын оңашада сөйлесіңдер, иә? Сосын сен шығарамыз ба, шығармаймыз ба? Сенің ата-анаңның өзіміз ескертіп айтамыз. Жақсы, онда мен осы жерде отырам. Жақсы онда. Так, мен сізге бір нәрсе айтайын. Не айтасыз? Иә? Соны тезірек айтыңызшы, әлде бір нәрсе болып қалдым. Сол ғой сол. Әлде қызым қайтыс болды ма? Не? Ой, мама, ол айтпасаңшы. Ой, қойшы. Онсыз депрессияға кіріп кеттім. Қызымды ойымдап. Бұл тыныш. Ата-аналар сіздерге айтарым, яғни қыздарыңыз ұйқыларынан тұрды. Енді сіздерді күтіп отыр. Сіздер яғни оңашада сөйлессеңіздер болады. Шын айтып тұрсыз, балам. Менің әпкеме қысынады тұрды. Мен өте қатты қуанып тұрмын. Кеттік, анашым сөйлесейікші. Кеттік. Тұрыңыздар, мен сіздерді қазір сол кабинетке қарай апарайын. Апарыңызшы тезірек. Сол ғой, жүріңіз қане. Мен бірінші кірем. Сіз кіре беріңіз. Мінекей қыздарыңыз. О, қызым, қалайсың? Тақане мен шыға берген, сіздер оңаша сөйлесе беріңіздер. Бара беріңіз. Қасы жоқ. Қызым, менден сыналмай тұрмшы. Мен де. Қалайсыздар ма? Сіңілім, қалайсыздар? Сіздер деген бармапсыздар ғой үйге, мені алаңдап. Қызым, мен өзің ғой. Бір бізге ескертпей. Ой, бұл анашым, жамандық артта қалды. Енді мен 1-2 күн жататын сияқтымын. Врачтың айтуына байланысты. Жақсы, әйтеуір аман болсаң болды ғой. Анам дұрыс айтады, шынымен де Ақбота, сен деген бір зәреміз алдың ғой. Әсіресе мамам деген қол алып бір жамандық сезіп тұрмын, мен неге бармаймын деді ғой. Біз және ғана врач қана айтып кетті маған. Неге үйткен деп зәрем қалмады ғой. Ой, қызым, сен шынымен бәріне дайын бар ғой. Өлуге дейін. Ой, анашым, олай айтпаңызшы вообще. Біз күнкен түседі. Ой, жарайды болды. Кешірім. Яғни анамның атынан кешірім сұраймын әпке. Күнкенде түсірмеңіз. Міне, сенің яғни мейірлім барлығын түсініп, сенің кешірім сұрап тұр. Жақсы.